Осы жер ма? Иә. Қане қайда? Ана орманның ішінде. Жүр. Бұның ішінде не жоғалттыңдар? Мынау сенде балық жоқ қой. Біз орманды кесіп өтіп, Қаражарға барамыз деп ойладық. Орманды сендер түгіл, үлкендердің өзі кесіп өте алмайды. Сендер де бір. Есіңе түсірші. Қайда тастап кеттің орда? Дұрыс бара жатырмыз ба? Сол ұмыт тұрған қараш. Қай жері? Ерхат, Ершік, бәрі біз саласың. Қарсыласатын болсаң ат тастайым. Ерхат! Рахмет болды еке. Анау қашып кетті. Маған берсін. Жібер. Сілімді қасарыс бой. Su берші. Ербол қайда? Ербол, жұмыста ғой. Сәкен көрінбейді ғой. Бұл далада жүр. Сен менің ауруым жиелеп кетті.
Сол жағым үйге береді. Шаман айтпай жақсы жоқ. Олай деме. Арақты қойдым. Ішпеймін. Сен қанша рет өстіп айттың. Сен жыма. Мен сенем ғой. Бірақ өзің сенбейсің ғой оған. Шын айтам. Қойдым. Құрысын. Ана Ербол Ерхатпен егісіп, бір бәлеге ұрынбасын. Жоқ. Ербол. Айбарға арыз жазып қойды. Жалғыз мәшинені картаға салдым. Ертең мына үйді де саудаға қоймасыңа кім кепіл? Елге қадырың қалған жоқ. Балаларыңды сыйлаудан қалады. Сен әкемесің. Осы үйдің тірегі болуың керек. Қаршада Ерболдың мойнына бар ауыртпашылықты артып қойдық. Үйленетін уақыты да өтіп бара жатыр. Бізге артындағы екі бауырына қарайласып жүр. Оны түсінетін сен жоқ. Кешір. Ей, сен үйде тұрмайтын болдың ғой жүді, Мен ауданға апарып тасташы. Қазір уақыт жоқ, кешке барып тастайыншы. Кешке емес, маған қазір бару керек. Ауданға неге барғыштай бересіз? Жұмысың болмасын. Ана сиырдың жоғалғанынан міне бірнеше күн болды. Соны іздемейсің бе? Сол сиырды сатайық, машинан кредиті бар деген кезде көнбедіңіз. Қасқырға жем болды бекерге. Жағың қарсы. Сенің кредитің пәле келді бұл үйге. Ана 5 тауықтың 4-еуін ит жеді. 10 жыл сарқырап тұрған жер құдық, суалып қалды сенің кредитің келгелі. Пәле кірді бұл үйге. Бар ақшамызды алып отырсың ұялмай қызармай. Енді ана сиыр жоқ. Сенің кредитің бір күні біздің басымызды алып тынар. Бол, келесі дүйсем орталыққа барамда жауып тастайын. Жауып тастаймын? Ақшаны қайдан алдың? Кісі тонадың ба? Мен кісі тонамаймын. Адамдар өздері алдын алып келеді. Шикінай, Сиырды ұрлап, сатып жіберген сен емессің бе осы? Сен жұқпастан шығады ол. Мен ауданға бармайсың ба? Такси толып тұр ғой. Таксимен барасаңшы. Мамым қайда осы? Үйде тамақ бар ма? Кредит деген бәле адамды оңдырушы еді. Тастап кетемін деп мен ішімнің ауырғанын ұмытып бездім ғой. Шынымен басылды. Мына Сағындық қайда кетті? Жол тауып ауылға тайып тұрды ма өзі? Сен осы орманда қалай тұрмақшысың? Сен одан да жүзімдік жақта тұрсаш, соғыстан кейін салынған үйлер бос жатыр. Былтыр әукем балалар біреуін жасатып тұрып алды. Сен де солардың біреуін тауып ал. Сөйтем ғой деймін. Өй, ауылдың маңынан тура шығыппыз ғой. Алла қалапты ғой. Не? Алла бізге ешкім тиіспеген қалапты ғой деймін. Осы орманнан тірі шығам деп ойламап едім. Кеттік тезірек. Бота, асық бабаға. Бізге абайлап жүру керек. Неге? Негесінес, біздің бар жоғымызды ешкім білмеу керек. Мен білдірмей барып, жүзімдік жаққа тұрам. Ереке не болды? Ербол, Ерхат қашып кетті, саянбай қалдық.
қатына балалардай. Енді не істейміз, а? Сіздер ауылға бара беріңіздер. Мен орманда тағы да тінтіп шығайын. Айбар, мүмкін ауданнан адамдар шақыртамыз. Мына орман ойыншық емес. Кешеден бері сумен тамақ ішпеген балалар бірдеңеге ұрынып қалмаса екен. Ереке, онда мен сенімен бірге қалайын да? Жоқ, Ахмет, Алла разы болсын. Өзім іздейін. Сіз ауылға барып осы жайды папамның өзіне ғана айтыңызшы. Мүмкін болса үйден шықпасын. Ерхат жай жатпайды енді. Машина істейміз. Осында тұра берсін. Кешке дейін балаларды тапсам, әкелем ғой. Онда Ереке, мен мотоциклді мініп кете берейін бе? Иә, жақсы. Жақсы онда. Алла жар болсын. Рахмет. Сақ бол өзіңе. Не болған бұған? Дөңгелешіп кеткен ба не? Тоқта. Ой, бауырым. Ой, бауырым, қалайсың? Амансың ба? Не болып қалды? Бала, кеш. Жексен? Оу, Жәке. Жәке. Тірімісіз? Тірімісіз? Су әкел. Бала, тел. Су әкел. Тірімісіз, Жәке. Жексен. Көзіңізді ашыңызшы. Көзіңізді ашыңызшы. Құдай сақтасын. Әкел, судан. Скорый шақыр, тез. Скорый шақыр. Алласы. Құдай сақтап тірі екенсің. Ал. Келіңіз. Келіңіз. Оп. Сен Айбардан не үшін тығыласың? Мен ешкім көрмеу керек. Үйдегілерге айтып қойса қайтем. Қазір ауылға барған соң мені біреу сұраса, орманда жоғалып кетті деп айтты, түсінің ба? Иә. Жүр кеттік. Уш, шіркін-ай. Екі кесесін бір ашты. Жеп алма. Мен кеттім онда. Мамам келгенде ұрсуы мүмкін. Үйді жинап қояйын. Кішкене осына шу басылар. Мен де жүзімдік жаққа кеттім. Кешке осында кездесеміз. Тамақ алып шығуды ұмытпа. Жарайды. Ерменнің суын қайнатып ішу керек. Жүрекке бірден бір емдеп жатады. Ол да бар. Бірақ ең дұрысы қара зеренің айныш. Өлім мен кәріліктен басқаның бәріне ем. Алла бір ауруға бірнеше ем берген. Соны өзіміз дұрыстап пайдаланбаймыз ғой. Қой, тұрайық. Өреге құрт шайып кетіп едім. Торғайлар шоқып тастаған шығар. Сен ауырып қалды деген соң, жағдайыңды біліп қайтайын деп. Рахмет. Отырмадыңдар ма? Мен сұлу. Жоқ. Еш нәрсе көріп болма. Иә, жақсылап кетті.
Біз енді қайтайық. Сен сол алаяқ, құмал ақшаға сеніп жүрсің бе? Ол сенің ана Ерболмен асқан алаяқ емес. Қайда ал? Ақша да жоқ, машина да жоқ. Қазір барамда быт-шыттары шығар. Ешқайда бармайсың ол. Тапқан екен. Бәсе, Айманның құмалақ айтып еді, араларына бір қызыл түсіп отыр деп. Сол қанқа темір екен ғой. Не деп тұрсың өзің? Ол машина қызыл емес қой. Қойдан түсіп қалған құмалаққа сеніп жүрген сен де бір. Кішкене ақылды істетсін шайғыным. Ақылым ешкімдікінен кем емес. Холодильникке қимаған ақшаң еді. Уақытында шақырыпсыздар. 10 минутқа кешіккенде миына қан кетер еді. Міне, мына жерге қол қойып жүріңіз. Жақсы. Енді ауданға алып кетесіздер ма? Иә. Сіз кім боласыз? Мен ауылдас едім. Неғысы мен де барайын. Сіз әзірге қайта беріңіз. Аудандық ауруханада болады. Жақсы. Қалыңыз қалай, апай? Шүкір. Мына ыстықтан шығар? Иә, ыстық қой. Дәрі-дәрмектеріңіз бар ма? Бар ғой, бар. Өзің қалайсың? Жақсымын, апай. Әр нәрсені бір бермеңіз. Тек дәрі ғана көмектеседі ғой. Бұйырса сауығып кетесіз. Айтқаның кесін. Айналайын. Жақсы, апай. Сол сіздің жағдайыңызды білейін дегем. Мен кетейін. Рахмет. Алла жарылқасын. Ербол, Ербол. Бақандай 360 мың теңгені алып, құтылып кетем деп жүрме? Алаяқ неме, сотқа берем. Не болды, айғаным? Балаңыз қайда дейм? Біздің ақшаны алып, не машина жоқ, не ақша жоқ. Елдің бәрін алдап үйренген неме? Сәкен! Бақы! Сәкен! Сәкен! Бақы! Сәкен! Табылды ма? Түріңе не болды?
машина өртеніп кетті. Өртенген несі? Орманда 2 сағатта жүрдім. Қайтып шықсам, машина өртеніп жатыр. Охо. Тәуде болса, сезікті ештеңе байқамадың ба? Жоқ. Мынасы күрделеніп кетті ғой, а? Ерхат. Жүр. Кеттік. Жүр. Айбар, ауданнан полиция шақыртасың ғой деймін. Машинасы құрсын, Сәкенді уайымдап тұрмын. Қайда кетуі мүмкін? Жүрегім бір түрлі. Кешке дейін табылмаса. Шақыртамыз. Уайымдамаш. Шақыртамыз. Қазір сенің жаңа барымыз керек. Менің ойымша, сен машинаң өртеген Ерхат. Білесің олар өздерінше заңы бар. Маған жоқ болса сағында жоқ деген. Қайта Айдылда саған қастандық жасамағанына шүкір де. Бірақ сен оған керек емессің. Өйткені сен онымен карта ойнамадың. Карта ойнаған әкең. Демек қастандықты әкеңе жасау мүмкін. Ерхат ештеңеден тайынбайды. Осыдан папына тиісіп көрсін. Қолымда білем. Аға. Бекжан. Ербол үйде ме? Оны өзім де таппай отырмын. Байқасайшы. Бақа. Бұл кім тағы? Сәкеннің досы ғой, орманда бірге адасқан. Бақа, не істеп жүрсің сен? Сәкен қайда? Сәкен, ол... Сәкен қайда деймін, үйге кетті ме? Біз сендерді іздеп бармаған жеріміз жоқ. Ол орманда адасып, білмеймін. Қалай адасып? Сен қалай жеттің ауылға? Оны қасқырлар жеп қойған шығар. Балақай. Сен тыңда мен. Егер бізден бірдеңе жасыратын болсаң, түрмеге қамап қоям. Түсіндің бе? Айткені, Сәкен қайда? Сасық. Сатылмайтын болдың. Бағың бар екен. Неге дейсің бе? Болды. Кредитті жабатын ақша табылды. Сенбей тұрсың ба? Міне. Міне ақша. Тауып алдым деймін. Жәукен, андағы менің ақшам. Әкелі ғане қайдан тауып алдың? Кетші, мұрын бол. Сен немене? Мен қайда жүрсем соңынан қалмайсың, а? Пәле болың ғой тек? Әкел ақшам. Аха, қазір. Оттаған екесің. Кеше бұл ақша мен қалтамнан түсіп қалған. Көкем машинасы сатқан ақша, әкел. Тапқандікі, ешкі баққандікі. Оны мен тауып алдым.
Енді бұл менің ақшам. Түсіндің ба? Ал сен дәлелдей алмайсың. Сәкен! Сәкен, амансың ба? Сәкен. Жәукен, өз үйіңнің малын өзің ұрлап байлап қойған қалай түсінеміз, а? Оған статья бар екен білесің ғой? Ей, пакеттің түбінде 360 мың Ерболға деген жазуы бар. Кір. Отыр осы жерде. Айбар, мен үй жаққа кеттім. Иә, сен сол жақта бол. Ана Ерқат аяқ астынан келіп қалуы мүмкін. Мен ауданға звондаймын. Жақсы, кеттік. Жібер мені. Не үшін? Мен ақшаны тауып алдым, түсіндің ба? Мені сүйіріп алғанымды дәлелдей алмайсыңдар. Асықпа. Әкең келсін. Мен сені соттан не аламын? Әкең өзі ақтауды айтты сен. Түсіндің ба? Отыр осында. Айбар, машинаңды берші, ауданға бару керек. Не болды? Бүгін бір қарбаласқан болды ба? Жексен аға аварияға түсті, ауданға алып кетті. Сайлау аға артынан ақша, керек құжаттарды апару керек дейді. Халі нашар екен, Жәукенді де таппадым. Болмаса аккумуляторын бер тұршы. Не деп тұрсың сен? Екінші рет олай істеуші болма. Не болса да мойныңмен көтер. Қашып тығылып іс бітпейді. Енді мен кінәлімін ғой. Кінәлі болсаң да. Әдейі жасаған жоқсың ғой. Мен де ақымақпын. Саған ақша беріп жіберген. Жарайды енді. Жігіт болған соң әлі талай сынақтар болады. Ерқат! Сан карт ойна деген жоқ. Өзіңнен бар. Не болды, қызым? Ерқат, пышағы бар.
Не болып қалды? Ана дуалау дегеніңіздің керек жоқ. Одан адам ауру болып та қалады екен ғой. Неге маған айтпағансыз? Бастап қойдық қой енді. Болмайды. Басында неге айтпадың? Құрысын, керек жоқ. Алып тастаңызшы. Неге маған зиян екенін ескертпегенсіз? Мен алдауға қалай дәтіңіз бар? Айналайын, мен сені зорлаған жоқпын. Өзің емес пе? Күйеңді оқыт деп, жолын ашып бер деп. Дүние мүлік алам деп. Холодильникке ақша бермейді деген мен емес өзің ғой. Енді немене маған бәрін жауып тұрсың? Жоқ, апай, оқытпаңызшы. Ондай нәрсе істеу күнә екен ғой. Кеше ана молда жігіт айтып жатыр. Құрысын, бұрын білмей келіппіз. Кеше Гүлайымның басында Құран оқытқанда айтты. Сол молданың айтқаның бәрі рас деп отырсың ба? Мешітті отырып алып, елдің жиған садақасын жеп жатқан құмолда емес пе? Бастап қойдық қой енді. Немене аяқ астынан күнәні ойлап қалғансың? Енді оның бетін қайтару үшін не істеу керек? Апай, айтыңызшы, Құдай үшін. Күйеуімді дуаламаңызшы. Анау үйіңде қызыл кілем бар емес пе? Қайсы? Анау залдарында тұрғаншы. Иә, бар. Сол кілемді алып кел. Дуаны соған бұрамыз. Сол қызыл кілемнен құтыл. Енді дуаны бірдеңеге аудару керек қой. Ойбай, ол қымбат кілем ғой. Үйде қызыл киіз бар. Мүмкін соған аударармыз дуаңызды. Жоқ, Сол 40 жыл болған киізіңді қайтем. Кілем алып кел. Күйеуім жынданбасын десең, онда ана қызыл кілемді алып келесің. Енді бір нәрсеге аудару керек қой. Бастап қойдық қой. Все, до свидания. Не ол? Біресе оқытамын, біресе оқытпаймын. Менің құмалағым ойын шықпасаған? Араларында бір әйел тұрған секілді ғой. Қандай әйел ойбай? Білмейді. Бір қызыл зат. Екеуінің арасында көлебелеп тұр. Көкейіңді тескен қызыл кілем екен ғой. Алаяқ. Болды, жылама. Еңселеріңді көтеріңдер. Аманның артынан көп дұға жасайық. Үйге барыңдар. Мен ауданға кеттім. Апама кіріп шығайын. Сәкөш, барасың ба сен? Жарайды, үйде бол. Әпкең қарасы. Папамды қашан шығарады екен? Тағы бір апта жатады дейді. Шығып қалатын шығар. Ал, барыңдар. Врачтар тәуір болып қалды деді ғой. Шықты. Амансыз ба? Амансыз. Жақсы, рахмет. Ал, Жаке, қалай жазылып шықтыңыз ба? Аллаға шүкір. Жақсы. Шықтық қой. Дүйсен қалай, бірге жаттыңыздар ма? Дүйсен басқа отделениеда ғой. Коляскада. Ол бейшара мүгедек болып қалды ғой. Бала, иә. Сайлау. Саған көп рахмет. Менен біршама ақмақтық кетті ғой. Ақмақ бауырымды кешір. Ештен кетпейді. Басамын болсын. Жеке. Болды, ұмыттық бәрі. Кеттік жүріңіздер. Сенің машинаң қайда? Болды, кетті. Банктар толды. Құтылдық па әке? Құдайға шүкір. Бар пәле сол кредитіңмен кетсінші.
ал кеттік жалғыз. Ербол, қалайсың? Ерқатқа бүкіл ел бойынша іздеу жарияланды. Жердің түбіне кіріп кетпесе табылады ғой. Қармақ қабірлерінер. Әзірге қаша тұрсын. Түбінде жасаған істеріне жауап береді.